Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін сіздермен «Госпожа Сигун и ее мужчины» атты фильмге шыл жасаймыз. Кино 18 ғасырдағы жапондық Шотоку династиясының кезінде орын алады. Сол уақытта елді қызыл оспа дейтін өте қауіпті ауру пайда болады. Бірақ бұл аурудың ерекшелігі одан тек еркектер қайтыс болады. Елдегі дерлік 10 еркектің 8-і өмірден өтіп отырады. Көп ұзамай халық арасында еркектің саны тіптен азайып, 4 әйелге 1 еркектен сәйкес келетін жағдайға түсіп қалады. Бұрын еркектер басқарған экономикалық, саяси, әскери орындар әйелдердің қолына өтеді. Сонымен қатар үй салу, жүк тасу тәрізді ауыр жұмыстарды да нәзік жандылар алады. Ал еркектерге қазынадай қарайды. Сондықтан оларды үйге отырғызып қояды. Олардың жалғыз жұмысы сәнденіп, пәнденіп, әп-әдемі болып, өзіне қарап, балалы болғысы келетін әйелдермен жатып, өзінің ұрығын сату. Оларды тек қана әл-ауқатты отбасынан шыққан әйелдер иемдене алады. Басқаларына еркекті алу өте қымбат дүние. Ал кейбір 11 саусақтылар өздерінің отбасын асырау үшін жезөкшелікпен де айналысады. Бұл әйел билейтін қоғамда Мидзуно отбасы өліп-тіріліп өздерін асырау үшін күні-түні жұмыс істейді. Отбасыда сондай-ақ семсерлесуді жақсы көретін, болашақта ұлы жауынгер болғысы келетін жас және сымбатты Юношина дейтін жігіт өмір сүреді. Отбасыда қиын жағдайға қарамастан, Юношинаның анасы ақша табу үшін ұлын жезөкшелікпен айналыстырмайды. Бала анасының бұл әрекет үшін оны қатты құрметтеп жақсы көреді. Басқа еркектер уақыттарын боянып, сәнді киімдер киюмен өткізсе, Юношина керісінше шынайы еркектің тірлігі, самурай дәстүрімен айналысқанды жақсы көреді. Ол тек қана талантты семсерші емес, бала өзінің ізгі мінезімен де танымал. Ол қолы тигенше балалы болғысы келетін әйелдермен жатып, оларға көмектеседі. Иә, бізге бұл біртүрлі болса да, жігіт үшін күніге әртүрлі қызбен жатып шығу оңай емес. Кейіндеу жігіттің үйіне маған үйленші деп бірнеше қыздар келген көреміз. Юношина жоқ керек емес деп бас тартып, анасына, одан да қарындасыма жақсы жігіт тауып беректі деп айтады. Бұның тағы да бір себебі бар. Жігіт кішкентай кезінен келе жатқан досы Онобу дейтін қызға жасырын түрде ғашық. Десе де, жігіт оған шындықты айтуға ұялады. Өйткені бала кедей отбасыдан, ал қыз бай әулеттен шыққан. Сондықтан оны өзінен алшақ ұстауға тырысады. Келесі кадрда Юношина отбасының алдында отырып, мен Окуға барып, сонда қызмет етіп, сіздерге қаржылай көмек бергім келеді деп айтады. Бұл сондай-ақ Онобуға қатты жақындамаудың жолы. Айтпақшы, Оку бұл патшайым Сёгунге қызмет ету үшін еркектер өмір сүретін арнайы қорған. Ондағы еркектердің міндеті тек қана патшайымның көңілін көздеріне аударту үшін тартымды киім-кешек киіп, макияж жағып алып жүру. Окуға жолға шықпас бұрын Онобу келіп, кетпеші, осында қалшы дейді. Жігіт айтқанынан қайтпай кетерде қызды жақсылап тұрып сүйіп алады. Қорғанға келіп, сондағы жоғары шендегі еркектердің бірі Мацусимадан мені өздеріңізге қабылдаңыздар деп өтінеді. Еркек қатты қаламаса да жарайды деп, оны өздеріне алып, саған ең төменгі топтан өзіңнен дәрежесі жоғары еркектердің киім-кешек заттарын тазалап, жинастырудан бастаған дұрыс деп кеңес береді. Егер ісіңе адал болып, басқалардың көзіне түссең, сенің шенің көтеріледі деп айтады. Сол арада қазіргі Сёгун ханым әлі кішкентай екенін көреміз. Яғни жас жігіттерге өздері сайысып, болашақ патшайым ержеткенше назарын өздеріне аудартуға әлі уақыт бар. Мацусима мен Юношино Окудағы ең жоғары шегіндегі жалғыз еркек Фудзинамиді қарсы алады. Мацусима жігітке сондай-ақ біздің ұйым дәстүріміз жайлы сырттағы адамдарға еш сөз айтушы болма деп ескертеді. Кейіндеу Юношина бөлмесіне кіріп, басқа жігіттермен амандасқанда топтың кейбіреулері оны мазақ ете бастайды. Бұзақылар жігіттің шашын, киіну стилін көріп кемсітеді. Әйткенмен, жігіт оларға тойтарыс беру үшін өзінің керемет самурайлық қабілеттерін сәтті қолданып, «Ей сендер, менің мына шашымның самурай үшін қаншалықты маңызды екендігін білесіңдер ме?» деп еске салады. Окуда өткізген алғаш күндерді үй ішіндегі тірліктің бәрін Юношинаның мойнына іліп қояды. Бірақ жігіт айтқанның барлығына шыдап, жұмысты ыждахаттықпен атқарып жүреді. Десе де, хулигандар сонда да оның мазасын алып, тамақ тасығанда теуіп, бірнеше күн бойы аш қалуға мәжбүрлейді. Бір күні түнде Юношино сымбатты жігіт болғандықтан бірнеше жоғары шенді еркектер келіп, арама пиғылдарын іске асырмақшы болады. Бірақ біздің кейіпкер олардың быт-шытын шығарады. Келесі күні Юношино өзімен жұмыс істеп жүрген жігіттердің бірі Сугусисамен түнде болған оқиға жайлы әңгімелеседі. Соңғысы оған біз жақта түндегідей әрекет әдеттегі нәрсе, таңғалмай-ақ қой. Оған себеп Окуда қыздардан әлгі Сёгун ханым ғана бар. Ол әлі есеймеген, сондықтан еркектер тәндік ләззатты бір-бірімен жатып қана ала алады деп түсіндіреді.
оған қоса мұнда жоғары шен алу үшін жаңадан келгендер өзінен жоғары дәрежедегі еркектермен жатып шығу керек дейді. Юношина бұны естіп құсып жібергісі келеді. Еркек деген күш қуатын басқа нәрсеге сарбу керек қой. Қалада балалы болмай жүрген әйелдер тола ғой, соларға сәби сыйлап өмірге деген құштарлықтарын оятсындар деп наразылық білдіреді. Кейінде сыртты тазалап жүріп, Юношина кейбір адамдардың додзені жаттығып жатқанын есіктен байқап, қолындағы сыпырғыны қолданып, ондағы әрекеттерді қайталай бастайды. Жол болып Фудзинами Юношинаны жаттығу кезінде байқап қалып, неге отырсың мұнда? Бар ішке кіріп, басқалармен бірге жаттық деп айтады. Фудзинамиге кейіпкеріміздің қабілеттері ұнап қалған сыңайлы. Сондықтан төмен дәрежелі жігіттерге додземен айналысуға тыйым салынса да, Юношинаға айрықша рұқсат беріп, ортаға шығып, додзенің қас шеберлерінің бірі Судокомен шайқасқа шақырады. Барлығы Юношинаның көтін айырады ғой, байқұс-ай деп мазақтап отыр еді. Бірақ жоқ, Юношина өзінің шеберлігін көрсетіп, Судокодан басып түседі. Бірақ қарсыласы жеңілсе де, сен кездейсоқ жеңіп кеттің есалаң деп, оны мойындамайды. Кейін түнге жақын ол Цигустамен біраз сөйлесіп, өзінің окудағы еркектерге деген жек көрушілік жайлы сөз етеді. Бірақ Цигуста не болса да, мұндағы қызметім арқылы мен отбасыма әжептәуір қаржылай көмектесіп жатырмын дейді. Бұл сөзден Юношина өзіне кішкене болсын жұбаныш табады. Келесі күні кейіпкеріміздің жеңісі жайлы сыбыс окуға тарап, басқа еркектер оған тамсанып қарай бастайды. Дәл сол күні түнде жеңілісі үшін Судока қайтадан Юношинаны тартысқа шақырады. Ол басында Джо деп бас тартқанмен, Судока шабуылға шыққандықтан амал жоқ, қайтадан шайқасқа түсіп, дәл солай одан тағы да басым түседі. Судока бұл жеңіліске шыдай алмай, дәстүрге сәйкес намысы жібермегендіктен сыртқа шығып, ішіне қылыш тығып, өзін өлтірмекші болады. Тірлікті аяғына дейін жеткізе алмағандықтан, Юношина оған келіп аяғандықтан оның басын жауып тастайды. Ал ертесі 7 жасар болашақ патшайым сүйген қыз аурудан аяқ асты көз жұмып, оның орнын ересек әйел басады. Күш қуаты толы, қатыгез, әйткенмен ел үшін қызмет етуге ниет білдірген әйел елдің бақуаттылығын көтеріп, даңқын шығарам дейді. Қызметке келе салып, сіз бірінші кезекте әрдайым әдемі боянып, сұлу киініп жүргіңіз керек деген ақсүйек әйелді қызметінен алып тастайды. Уақыт құртпай қалаға шығып, қарапайым халықтың өмірін көрмекші болады. Сөйтіп патшайым ол жақта әйелдер еркектерді дүкендерде зат сияқты ұстайтынның куәсі болады. Арғы жақта окудағы еркектер жаңадан келген әйел іспен не істейді екен, кімді таңдайды екен деп алаңдай бастайды. Сүйген патшаймен тек жоғары шегінде еркектер ғана жолыға алады. Сондықтан Юношинада ерлік ешқандай шанс жоқ. Сәт түсіп, дәл сол түні Фудзинами Юношинаны шақырып алып, оны жоғары топтағы еркектер қатарына қосады. Демек енді ол патшайымға қызмет ету үшін бөтен жігіттермен бәсекеге салады. Соған дайындалу үшін ол тігінші Сакевоға келіп, қарапайым түсті минималды ою өрнектермен безендірілген киім таңдайды. Сакево киім тігу үшін күні-түні еңбек етіп, ақыры киім дайын болады. Кейін сүйген патшайымды қарсы алу үшін неше түрлі сәнденген киімдерді киіп алған еркектерді көреміз. Барлығы Юношинаның қатты безендірілмеген киімін көріп күлкіге алады. Көп ұзамай сүйген патшайым келеді. Ал барлық еркектер ол өтіп баратқанда бастарын жерге тигізіп иеді. Кенеттен әйел көйлегін басып алып, байқаусызда кішкене сүрініп қалып еді, артынан біреудің күлімсірегенін естіп қалады. Әйел бірденен дереу шық, кім күлген дейді. Юношина қасындағы күлген еркектің өмірін құтқарып қалу үшін алға шығып күнәні өзіне алады. Қасына келіп, атың кім деп сұрап тұрып, оның қарапайым киінген, бейкүнә әлпетін байқап қалып, шешілді. Ертең сен менімен жатасың деп шығып кетіп, бәрін аң-таң қалдырады. Кейін Фудзинами жігітті өзіне шақырып, білмейтін шығарсың, сүйген патшаймен жатып, оның пәктігін алу қылмыс болып табылады. Сондықтан жатып шыққаннан кейін сенің басыңды кесіп тастайды деп шок қылады. Бірақ бұл әрекетің үшін сенің отбасың үлкен қаражатқа ие болады дейді. Жігіт отбасым үшін жан пида деп оған келіседі. Ал арғы жақта сүйген патшайымды бұл жайлы тіптен білмепті. Байғұс балай, менімен жатам деп өліп кететін болды деп айтарын білмей алады. Кейін түнде Фудзияма мен Мацусима үстел ойын ойнап отырып, Юношинаның басы шабылатындығы жайлы талқылап отыр. Сөйтсе, кейінірек бұл екі еркек Юношиманы әдейі сүйген патшайымның назарына салған екен. Өйткені оның керемет таланты болашақта олардың қызметтеріне қауіп төндіруі мүмкін деседі. Жігіттің өлімнен кейін Мацусима әйелдің көңілін аулап, оған қызмет етіп, оның балаларының әкесі болуды жоспарлап қойыпты. Ай арамай, байғұс, сорлап қалғыр ақ көңіл Юношина мына жақта айдалада қызы оны бұды ойлап, сағынып өткізетін түнге әзірленіп отыр.
Бірнеше сағаттан кейін ол жуынып, бетіне макияж жағып, өміріндегі ең кайфты, бірақ сонымен қатар ең соңғы түнін бастан кешіруге әйелдің бөлмесіне келе жатыр. Екеуі шегешеленіп, әйел ең алдымен сенің атың кім деп сұрайды. Менің есімім Юношима деп жауап береді. Ал менің атым Нобу дегенде жігіт іштей оның аты Онобуге ұқсас екен ғой деп кішкене қайғырып көзіне жас алады. Соңғы түнді мен жақсы көретін адамның есіміне ұқсас аты бар адаммен өткізетіндігіме шүкір деп әйелді құшақтайды. Осыдан кейін екеуі бірін-бірі сүйіп, сезімге беріліп тұрып, махаббатпен айналысады. Ертес таңертең Юношинаға қызметкер сіз Сегун патшайымға ләззат сыйлай алдыңыз деп хабарлайды. Кейін ол сыртта самурайлардың алдында өлімге дайын тұрғандығын көреміз. Олардың бірі оған катана кигізіп, сол жерде оның басын жауып тастайды. Оның жақын достары қайғылы хабарды естіп мұңға беріледі. Ал арғы жақта оның отбасына патшайымның қол астындағылар әжептәуір ақша және де ішінде Юношина ауырып көз жұмды деген хат табыстайды. Бірнеше апта алға Онобу өзінің өмірде өткен ғашығы Юношинаның табытына келіп, оған гүл қойып жатқандығын көреміз. Қыз жігітті әлі ұмытпай, осылай келіп еске алып тұрады екен. Қыздың көзінен жас ағып тұрған сәтте оның алдынан түк болмағандай тірі Юношина шыға салады. Сөйтсе мейірімді патшайым оны тірі алып қалу үшін жасырын түрде өзінің қызметкерлерін жіберіп, баршаға оны өліп қалды деп жарияласа да, жігітті босатып, өлім аузынан аман алып қалған екен. Онобу жігіттің құшағына атылады. Жігіт менен сені ешқашан тастамаймын деп ант береді. Соңғы сценада Сегун патшайым Бокудағы барлық еркектерді босатып, барыңдар, еркін өмір сүріңдер деп бостандық сыйлайды. Кинуть око в течение дня. Оған қоса, мемлекетті табысқа жеткізу үшін бізге халқымызды көбейтуіміз керек. Сендерге қаржылай көмек беремін. Бос жатпай, әйелдерге бала туғызып, елімізді көбейтіңдер деп жар салады. Достар, кино ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.